Баршаңызға сәлем. Жандарым, видео шықпай Казвойсты біраз сағынып қалған шығарсыңдар, Сағындыңдар ма мені? Жарайды, қалған тұрақты көрермендер аман болсын дей отырып, бүгін осы жылдың ең үздік кассалық табысын иеленіп отырған Nintendo компаниясының өнімі супер ағайынды Mario деп аталатын 8 және 16 биттік ойынның экранизациясын 3D мультфильм үлгісінде тамашалайтын боламыз. Ал олай болса, лайктарыңды басып, белсенділіктеріңді арттыра берсеңдер болады, өйткені Казвойс сайрайды. Оригинал ойында бас кейіпкер Боузер деп аталатын зұлым тасбақамен шайқасатын. Ал мультфильмнің басы таспа хан ата өзінің динозаврларын алып осы жерге жетіп келген жермен басталады. Бұның бұл жерге келу себебі мына супер жұлдызды иелену болатын. Бұл артефакты үлкен біреу күзетіп жатыр екен деп ойлап қалса, кішкентай ғана қар атқыш пингвиндер сапқа тұра қалып көтендеріне қарамай Боузерге қарсы шығатынын қайтесің. Содан Боузер барлығын жолдан сыпырып тастап, көздеген супер бонусын қолына түсіріп алады. Біздің әлемге оралсақ, Марио және Луиджи дейтін ағайындар болады. Олар өздерінің сантехникалық бизнесін елге жариялап, оны монетизациялау процесіне кіріседі. Сонда кафеде отырған Спайк дейтін мұртист бұларды мазақтап, сендерден түк шықпайды, осы жерден қоясаңдаршы дегенге келтіріп өз жөнмен кетіп қалады. Сөйтіп тұрғанда екеуіне ең алғаш қалтасы ауыр ауқатты клиент хабарласады. Кейіпкерлер қуаныштан жүрегі жарылып, 3 өлшемді мультфильмде жүргендерін ұмытып, әдеттеріне басып, бер жағын ар жағын көрмей, тіп-тіке бір сызықтың бойымен небір кедергілермен паркур жасап, сонымен қатар оригинал ойынға хаттама жасап тастайды. Кейіннен Марио мен Луиджи аталған орыннан табылады. Луиджи байқаусызда иттің сүйегін сындырып қойып, оның көзінен «Кәз мен саған көрсетем» дейтін сөзін оқып алып жұмысына кіріседі. Көп ұзамай ит те бөлмеге кіріп келіп, көрсетем деген нәрсесін көрсете бастайды. Соның салдарынан Марио мен Луиджи артық қылудың орнына тыртық қылу жұмысын жасап жібереді. Нәтижесінде кейіпкерлер де, ит те аман қалады. Кешке қарай кейіпкерлер үйге келіп, итальяндық отбасымен кешкі асын ішіп отырады. Олар да бұлардың айналысып жүрген ісіне күліп, қолдау көрсетпей қояды. Әңгіме арасында шалдың аузына спагетти қашан жетер екен деп отырамыз. Әйтеуір соңына қарай ол да жетеді. Демек, алдыңа мақсат қоя білсең, әйтеуір соңында соған жетесің деп сандырақтап алатын жерімде баршылық. Содан кейіпкерлер бөлмесінде отырып теледидарды дер кезінде қосып қалып, өздеріне керек ақпарат, яғни жаңалықтардан Нью-Йорктың қарыз қақпақтарынан су атқылап жатқан сәті қақсалады. Екі жұп көп ұзамай Нью-Йоркты құтқаруға аттанады. Екеуі хайптың төріне жайғасып, көше бойын тізе жалайтын суға толып жатқан көрінісін байқайды. Марио қақпақты ашып, иірім туындатып, соның ішіне сүңгіп кетеді. Артынша Луиджи да ойбай мама деп Марионың артынан сүңгіп, екеуі кәріз кеңістігінен бірақ шығады. Бір кезде Марио қысымды реттейтін бұранданы байқап, соны бұрауға кірісіп жатқанда екеуі төмен құлап, ешкім аяқ баспаған жерден бірақ шығады. Луиджи елден ерекшеленген жасыл құбырды көріп қалып, үні шықпай қалады. Марио оны іздеп құбырдың ішіне кіреді де тартпа құбылысына бой алдырып басқа әлемге тап болады. Жолда ағайындылар ажырап, Луиджи лавасы тасыған, зұлымдығы бықсыған әлемнен бірақ шығады. Ал Марио саңырауқұлақтар мекеніне келіп жетеді. Бір қызығы, Сониктің фильмінде де осындай әлем бар тұғын. Соған қарағанда келесіде Nintendo мен Сеганы будандастырып, авторлар Соник пен Марио туралы кроссовер шығарар ма екен деген далбасам тағы бар. Сода Марио бұл әлемнен саңыраубас Тодпен танысып алады. Марио айналасына қарап, осындай адам құсап жүре алмайтын тірі нәрселерге таңғалумен болады. Ал Тод Дарклендті иелік етуші Боузер дейтін зұлымның қатыгездігін айтып түсіндіреді. Боузер супер жұлдызды иелену арқылы ешқашан өлмейтін ең мықты зұлымға айналып алған соң, өзі ғашық болып қалған осы әлемнің ханшайымы Пичке үйленіп алмақшы болады. Егер Пич оған жоқ десе, онда барлық әлем құрыды деп есептесек болады. Осы сәтте Дарклендте жүрген Луиджи зомби тасбақалардан қорлық көріп, бір жерге барып тығылады. Бәрін тындырған соң Луиджи уф деп демін ала бергенде, айналасынан мынадай сұмдықтар пайда болып Луиджиді тұтқындайды. Мына жақта Тод Марионы ханшайыммен көрістіру үшін екеуі қол ұстасып анау тұрған зәулім сарайға бет алады. Жол жөнекей саңыраубастан құралған халықтың арасымен жүріп өтеді. Біле білсек, мынау бокста оригинал ойында баспен соқсаң белгілі бір мөлшерде тиындар шығады. Ал мультфильмде бұл бонусты халықтың банкоматы қылып жібергенін байқаймыз. Оған қоса судан секіріп қаныш етін Марионың дұшпаны ерні ботекстелген чип-чип балығын көзіміз шалып қалады. Ал сүңгіп шығу құбырлары бұлардың қоғамдық көліктеріне айналып кеткен тағы бір белгілеп қоямыз. Үйтіп кейіпкерлер Пич ханшайымының сарайына жетеді. Бұл жерде алдарынан екі күзетші шығып, қатайып алып, оларды ішке кіргізбей қояды. Сонда Тод олардың көздерін тамақпен алдай тұрады. Ал Марио оны пайдаланып ішке еніп алады. Сол уақытта дөңгелек үстел төңірегінде Боузердің арам ойы талқыға салынып жатады. Сонда Пич джунглидің патшасы Крэнки Конгтың әскерімен бірігіп Боузерге қарсы күш жұмылдыру ойын айтады. Ал генерал қорқақтап Конгпен келісімге келудің қиын екенін ескертеді. Соған қарамастан Пич ойына сенімді болып келе жатып, дәлізде Марионы көріп қалып, оның адам екенін түсініп мәз болады. Артынша Пич өзінің жорық жоспарын айтады. Ал Марио інісі Луиджиді жоғалтып алғанын айтады. Былай айтқанда, екеуінің көздегені бір болғандықтан, Пич Марионы қасына ертіп алып, оригинал ойынға мыңдаған хаттамасы бар сынақтармен жабдықталған жаттығу алаңына апарады. Пич сынақты бірінші мүмкіндіктен өтіп шығып, тәжірибесінің шыңдалғанын көрсетіп, Марионы таңғалдырады. Ендігі кезек Марионда. Ойында Марио мына саңырауқұлақты жегенде мықты болып, кірпіштерді баспен жаратын еді. Мультфильмде де одан тыс қалмай бізге ойындағы мүмкіндіктерін көрсетіп өтеді. Бір қызығы, ойында бонусты пайдаланып бір нәрсемен соқтығыссаң, ол бонус өз күшін жояды.
қояды. Ал тағы бір соқтығыссаң мүлдем өмірді жоғалтуға болады. Ендігі мақсат Марио ештеңемен соқтығыспай барлық бөгеттерден аман-есен өтіп шығу керек. Марио денесін ұлғайтып алып кеш батқанша шынығып, арасында Пичті ұйықтатып тәжірибесін біраз өткірлеп алады. Соңында Пич оны қолдап қасына қосып алуға қарсы болмайды. Ал мына жақта тұтқындалған Луиджи астындағы қамалға қарап, жастық шағын есіне түсіріп, бауыры Марионы сағынумен болады. Пич пен Марио халық алдында салтанатты түрде жорыққа аттанбақшы еріктілер атанып, құбырға сүңгіп кетеді. Жол-жөнекей Тодды кездестіріп, джунгли патшалығына қарай бет бұрады. Мына жерден ойынға тағы бір хаттама, яғни динозаврлар әлемінің бар екенін көз қиығымызбен бір байқап өтеміз. Кейіннен кейіпкерлер қызғалдақтар мекеніне келгенде сәл демалып алуды жөн көреді. Мына өсіп тұрған гүл ойында өте пайдалы бонустардың бірі. Пич сол гүлдердің бірін ұстап бойын оттандырып алады да, өзінің осы әлемге қалай адасып келіп, жергілікті халыққа бос молокососить етіп соскасын сорғызып осы жерге қалай қыз болып кеткені жайлы әңгіме айтады. Мына жақта Боузер ханшайымға ғашықтығы тасып, өз серенадасын шырқап отырады. Бір кезде кайфты бұзып, оның сиқыршысы Камек кіріп келіп, осы әлемге мұртты адамдардың түскені жайлы хабар береді. Сонда Боузер дереу осы жерде адасып жүрген Луиджиді ұстап әкелуін бұйырады. Біраздан кейін Луиджи Боузердің алдына ұсталып әкелінеді. Мына сақшылардың түрі айтайын ба неге ұқсайды? Осы ғой. Содан Боузер жез тырнағын шығарып алып, Луиджиді қыспақ сұрау арқылы ағасы Марионың Пич ханшайымға жабысып жүргенін біліп алады. Артынша қызғанышқа бойын өртетіп, Луиджиді торға салып, басқа да тұтқындармен лаваның үстіне іліп қояды. Сол уақытта кейіпкерлер аталған орындарына келіп, джунглидің патшасы Крэнки Конгтан көмек сұрайды. Ол өз кезегінде біраз майысып, оңайлықпен көндейді. Біраз әңгімеден соң, егер Конг алаңында менің ұлымды жеңсең, онда менің жасақтарым сенікі болады, дегендей шартын қояды. Марио келісіп, аренаның ортасында қарсыласын күтіп тұрады. Бір кезде Донки Конг есінде деп құтырып қалған баласы келіп, әкесінің көзінше Мариоға қырын көрсетіп, біраз қутыңдап алады. Біле білсек, бір кездері Nintendo жалғыз Марио емес, сонымен қатар Донки Конг есімді ойын автоматы үлгісіндегі өнімдермен де әйгілі болған етін. Бұл ойында Марио Донки Конгтың домалатқан бөшкелерінен аман өтіп, жолдан түрлі бонустарды пайдаланып, жоғарыда тұрған ханшайымның қасына барып, арасына жүректің суретін салып қояды. Мультфильмге оралсақ, Марио бонус таңдау барысында шатасып, дұрыс емес саңырауқұлақтан ауыз тиіп, керісінше денесін кішірейтіп алып, Дикейден тағы бір мәрте таяқ жеп алады. Ақырында Марио мысық бонусын иемденіп, қарсыласын тырнай бастайды. Дикей барынша оған бөшкелерін лақтырып, ара қашықтығын сақтаумен болады. Ақырында бұл шайқаста Марио жеңімпаз атанып шығады. Бәрі біткен соң Дикей жеңісін мойындамай тағы бір бөшкесін лақтырып, ашу басылар емес. Әкесі, қойыңдаршы болды деп барлығын үйге кіргізіп, Боузердің кемесі саңырауқұлақтар әлеміне жақындап қалғанын айтады. Артынша Крэнки менмін дейтін форсаж бектерін түгендеп, кейіпкерлерге монстр трактор әзірлеп, барлығы қол ұстасып Боузерді күтіп алуға аттанады. Ал Боузер болса Пичидің жүрегін жаулайтын сөздер дайындап жатады. Бір кезде залға генерал кіріп келіп, Марио бастаған жасақ Конгтармен бірігіп, күштерін қайрап жатқан жайлы хабарын жеткізеді. Содан Боузер дүрбісін алып, Марионың Пичиға жыртыңдап отырғанын көріп, бүкіл купаларын оларға қарсы жібере бастайды. Әрі қарай безумный Макс көріністері басталып кетеді. Ойында тасбақаның үстіне бір секірсең, тек қабығы қалады. Ал екінші мәрте секірсең, сол қабықпен басқаларын жойып өтуге болады. Ал мультфильмге келетін болсақ, купалар сол қабықпен қаруланып, Конгтардың көліктерін істен шығара бастайды. Конгтар да қалыспай, оларды банан атқышпен атып, кемпірқосақтан шығарып тастаумен болады. Қалғандары сол бананның қабығымен сырғанап, теріс жолдарын тауып, әрмен қарай лағып кете береді. Бір кезде купалар мәсаған деп кәдімгі ракеталарын саптап ата бастайды. Оның бірі барып, аватарды еске түсіретін жартасқа тиіп жарылады да эстакаданы бөліп өтеді. Оған жолы болмаған Тод кезігіп төмен қарай құлап кетеді. Пич оны байқап антигравын өшіріп, Тодды жолдан іліп алады да, көлігін дельтапландатып қайта трассаға қосылады. Марионың артынан мен сені қазір жеймін дейтін бампермен генерал Купа шығып, Мариоға тіреліп алады. Кейіннен Марио әрең дегенде Донки Конгтың көлігіне отырып алып, бөшкесімен генерал Купаны жарып тастайды. Біраздан кейін ол тіріліп алып, қанат өсіріп, Марио мен Дикейді төмен құлатып тынады. Атамандардан құтылған соң, Купалар Конгтарды тұтқынға түсіре бастайды. Құлап бара жатып, Марио мен Дикей тағы бір мәрте ұрысып үлгереді. Суға түскенде Дикей әйтеуір бір жерден бөшке тауып алып, соған жармасып, өлместің қамын ойлаумен болады. Пич қалаға оралып, генерал Тодқа болған жағдайды айтып, Марионың өлген жайлы мәлімет беріп, бәрін мұңайтады. Артынша Боузердің жақындап келе жатқанын ескертіп, халықты эвакуацияға шақырады. Уйбай, бір кезде Боузердің лава платформасы қаланың үстіне қона бастайды. Пич пен Тод нәзік денелерімен мынадай бәлеге қарсы шықпақшы болып жүрек жұтып тұрады. Алдынан Боузер шығып, сен маған тұрмысқа шықсаң, мына жұлдыз арқылы екеуміз әлемдерді мәңгі басқарамыз дейтін сөзін салады. Сонда Пичи жынтысыңда дегенге келтіреді. Боузер онда мәсаған деп Тодды қинау арқылы Пичқа амал қалдырмай оны көндіреді. Мына жақта Марио мен Дикей киттің аузына жұтылып, ішінен ұшатын аппарат тауып алып, сонымен сыртқа ұшып шығады. Луиджи тұтқындардың арасында жәутеңдеп, люма бір бәлей түр сондай кейіпкердің сандырақтарына тойумен болады. Мына жақта торттың үстінде үйлену салтанаты
өтпекші болып жатады. Тод Пичқа ұстап тұратын гүл әкеп береді. Оны не үшін әкеп бергенін қазір көресіңдер. Бір кезде Пич тұтқындардың лаваға батырылайын деп тұрғанын байқап, қолындағы букетке тыққан бонусын пайдаланып Эльзаға айналып кетеді де, Боузерді мұздақтармен атып, оны мұзға орап тастайды. Артынша шынжырды қатырып тұтқындарды аман алып қалады. Керек жерде Марио мен Дикей шығып қалып, бонустарын алып, төңіректерін тырқыратып талқандап өтеді. Марио тағы бір бонусты иеленіп, Соник әлеміндегі Тейлзға ұқсайтын көт ұшағы бар кейіпкерге айналып кетеді. Эльза, Пичи қалған майда шүйде жаулармен шайқасып, найзаны отқа малып, Кинг Бобомптың фитилін тұтандырып, айналасын жарып тастайды. Соның салдарынан Пичи Эльзасын жоғалтып алады. Бір кезде шынжырды ұстап тұрған мұздар жарылып, тұтқындар қайтадан төмен кете бастайды. Бірінші болып лаваның дәмін Луиджи татпақшы болады. Алайда бағана одан да төмен ілініп тұрған кейіпкерлерді байқаған едіңіз. Қазір олар не болғанын ойламай-ақ қояйық құрсын. Содан соңғы сәтте Дикей оны аман алып қалады 1. Одан кейін оны Марио аман алып қалады 2. Марио мен Луиджи сағынып көріседі. Донки Конг тұтқындарды және әкесін босатады. Осы кезде Боузердің қамауы ұзаққа созылмай, әуеден бомбалардың атасын жіберіп, саңыраулақтар патшалығын талқандауды бұйырады. Марио мама миялап жатып, қаһармандық танытып, оның көзін өзіне бұрады. Нәтижесінде бомба құбырға еніп, әлемдер ортасына барып жарылады. Бір кезде жарылыстың ықпалынан мына әлем біздің әлемге сорыла бастайды. Оның ішінде кейіпкерлер, саңыраулақтар және суперстар да бар. Сөйтіп шешуші шайқас Нью-Йорк қаласында өтпекші болады. Марио барынша жұлдызды иеленіп алуға тырысады. Боузер оған жол бермей, періп жіберу арқылы көліктерге жабыстырумен болады. Шайқасқа Пич пен Дикей жайғасып, Мариоға көмектеседі. Марио сынық теледидарда сайрап тұрған жарнамасын көріп, артынша жігерленіп алып, білектерін түріп шайқасына кірісе бастайды. Пичи оған суперстарды лақтырады. Боузер жұлдызға таласып, Мариоға от шашады. Луиджи батылдық танытып, оны оттан қалқалайды. Сөйтіп жатып, соңғы сәтте екеуі супер жұлдызды иеленіп алады. Біле білсек ойында бұл бонустардың ең мықтысы десек болады. Өйткені Марио оны бойына жұтып алған соң, бірнеше секундқа жарақат алмайтын Кощей бессмертныйға айналып кететін еді. Сол сияқты мультфильмде неше секундқа созылатыны белгісіз, бірақ екеуі құдіретті күшке ие болып, Боузердің мынадай соққысын тосып, әрі қарай оның жасақтарын оңға да солға да бүктеп тастайды. Арасында Луиджи Спайктың көзіне түсіп мақтанып өтеді. Нәтижесінде Боузер жеңіліс табады, ал Марио мен Луиджи жұлдыздың арқасында жеңіс табады. Крысиный поступка жасады. Оған қоса Пич оның аузына бонус тығып, денесін кішірейтіп ыдысқа қамап қояды. Араға кейіпкерлердің ата-аналары жайғасып, бүкіл Нью-Йоркқа олардың мәртебелерін асқақтата бастайды. Кейіннен Марио мен Луиджи саңыраулақтар әлеміне оралып, сол жақта қызмет ететін болады. Боузер серенадасын шырқап, тиісті торына жайғасып отырады. Титрлардың соңында кәріздің ішінде қалып кеткен бір жұмыртқаны байқаймыз. Сол жұмыртқаны Йоши есімді динозавр, яғни ойын сериясындағы тағы бір танымал кейіпкер жарып шығатын болады. Оны енді достар, кейінгі бөлімдерінде тамашалайтын боламыз.